біздің ценностіміз, біздің дәрежеміз күйеуіміздің алдында өте жоғары. 8 миллиард адам ішінен сонша 4 миллиард әйел деп айтайық, 4 миллиард әйелдің ішінен мені таңдап отса, значит мен оған қандаймын? Ең тәтті, ең мықты, ең сұлу, ең жақсы көретін. Сіз өзіңіз күйеуіңізге сондайсыз. Мына жерде Моника Белуччи келсін, Балқия тұрсын, Балқияны таңдайды күйеуіңіз. Почему? И для него вы будете реально самый лучший. Мына жақта 5 модель келсін, ол оған қарамайды. Сізге қарап тұрады. Неге? Өйткені Аллах оның жүрегіне сап қойған. Бұл жүрегіне сап қойған, сізді көреді. Сізден басқа ешкім көрмейді. Дұрыс қой. То же самое мой муж. Басқа кез келген әйел мен күйеу, олар да то же самое. Қанша әйел жоқ, ол өзінің әйелін жақсы көріп тұрады. Негізі ішінде сондай. Бірақ мына жерде вопрос. Что надо было делать такого, чтобы вот этот мужчина, который настолько тебя любил, вдруг он перестал тебе деньги давать? Это надо было добиться этого. Оңай нәрсе емес. Оған қол жеткізу керек. Это кәдімгідей ол жұмыс. Чтобы он вот так вот пришел и сказал, я тебе деньги не дам, ол үлкен жұмыс. Это ол не был. Басында Аллах сан уже изначально сені дәрежені көтеріп қойды. Ең сол даже медицина жағынан қарасақ. Енді үйленген кезде не болып тұрады? Әйел мен күйеудің ортасынан дофамин ұрады. Дофамин деген ол гормон счастья и удовольствия. Әйелін көрген кезде оның бойында примерно айтайық 1000 дофамин. Конечно, 15-20 жыл деген кезде ол 1000 дофамин 10 дофамин болып қалатын шығар, да? Түседі. Но басында дофамин деген ұрып тұрады. Ең сұлу, ең тәтті сол болып тұрады басында. Дұрыс қой, бәріміз келісеміз. Вот все, которые смотрят, все согласятся со мной. Но что мы сделали такого, что он 15-20 жыл деген кезде сол қатты сыйлап, жақсы көріп, таңдап тұрып, артынан жүгіріп тұрып, соны аңсап тұрып алған әйелі ұнамай қалды. Ақша бергім келмейді, қарағым келмейді, бетім келмейді, сүтім келмейді. Не үшін? Это очень большой вопрос. Это надо было добиться. Оны қол жеткізу керек еді. Ол прям кәдімгі үлкен жұмыс болды ол негізі. Понимаете? А так, ер адам ішінде изначально сондай бар. Тапқан ақшамды ол өзіне жарату оған қызық емес негізі. Ақша тапты ма, барып өзіме Луи Виттоннан киім алайын, Гуччиден киім алайын деп үйіне мәз болып киім алып келедім, ол оған қызық емес. Оған не қызық? Сол тапқан ақшасын әйеліне алып келеді, бала шағасына бірдеңке алып береді, ол соған қызық. Содан ол рахаттанады. Бала шағасына киім алып берді, әйеліне бірдеңке бриллиантын алып берді, тамағын алып берді, қыдыртты. Ол содан рахаттанады, одан күш жинайды. Барады да одан да үлкен ақша істеп келуге тырысады. Вот сол кезде бәрі дұрыс болады. А бізде қашан проблема басталады? Все проблемы начинаются тогда, когда женщина хочет властвовать и контролировать, когда женщина хочет принимать решения. Ондай болмайды. Решение принимать женщине нельзя. Егер ол шешім қабылдап үйренсе қарым-қатынаста, ол ер адам ақшаны астаба бастайды. Ол шешім қабылдап білмейді, ода опыт жоқ. Әйел шешім қабылдап үйреніп қалған. Поэтому әйел адам әрдайым өзін үйрету керек. Мен шешім қабылдамаймын, мен күйеуім артынан барамын. Ең қызығы білесіз бе не? Нам всегда кажется, мен шешім дұрыс, күйеуімдікі дұрыс емес. Әйел адам соны пысықпыз ғой біз. Біз бәрін көріп тұрамыз, сезіп тұрамыз, сезімталмыз. И білеміз, мынау досы ақшаға лақтырады күйеуімді. Барамыз айтамыз, сен ақшаға лақтырады, жұмыс істеме, онымен бітпесе болмайды. Не істеу керек? Опыт алу керек ол күйеу. Ол бару керек, ақшаға лақтыру керек оны, и опыт жинайды солай. Өзінің сабағын алу керек. Өзінің сабағын алу керек. А біз бермейміз ғой сабақ. Потом 10 жылдан кейін не істейміз? Келеміз айтамыз, күйеуім ақша таппайды, күйеуім шешім қабылдамайды, менің мойнымда отыр. Извините, а басында кім шешім қабылдады? Почему вы вначале не дали ему опыт пройти свой? Не хочется, чтобы он деньги проигрывал. Я тоже не хотела, чтобы мой муж деньги проигрывал, но он проигрывал, очень много вкладывал куда не надо. Но это был его опыт. Потом он научился большие деньги зарабатывать. Ол жол болды ғой соның. Это его путь имеется в виду. Ал мені отырып алып, тек мен айтқанымды істесін болса, ол еркектің мойнына потом асырап, өзі жүреді, одан кейін барып салпандап, шаршап, надоел, он лежит дома деп, басында Аллах берген правиланы нельзя было нарушать. Система, окей, құртылды ең басында. Қатты құртылды, да. Біраз жыл өтіп кетті, уже соған бейімделіп кетті, окей. Қалай дұрыстауға болады? Енді қараңыз, осы жерде мен білесіз бе не байқаймын? Аллахтың мейірімі. Вот Аллахтың мейірімі шексіз. Аллах бәрін кешіруге дайын и бәрін өзгертіп тастауға дайын ғой. Где она профессионал, пускай делает, что она умеет делать, пускай делает. Бірақ ниет қандай болу керек? Әйел ешқашан андай ниет қоймау керек. Ақша тауып семьямды бағам, болмайды. Ниет қандай болу керек? Энергиям көп, қайқа жіберемін на энергияны? Адамдарға көмектесуге жіберемін. Бірақ ол ақша уақытынан келеді ме, это побочный эффект. Вот ақша цель емес. Деньги не сама цель. Желательно эти деньги мысалы сіз не істейсіз? Не тратить. Честно.